білсеңіз, авиация тосын жағдайларға толы әлем. Бортта дәрігер табылмаса ше? Шешілмейтін сұрақ жоқ, шешілмейтін жағдай жоқ. Болды. Супер профессионалдар. Тағы да бір қосып кететін жағдай. Ең бастысы түсінікті. Кира жауап бермейді. Оған шабыт керек, шабыт. Менің стажым 15 жыл. Онда сізден бір қызық оқиға. Бірден еске түсіру оңай емес. 3-4 жастағы баласы жоқ болып кеткен орында. Анау балағын лақтырып начинайте. Өте керемет профессия. Сәлем достар, сіздермен бірге Самал. Бүгін біздің студиямызда Flyerстан әуе компаниясының борттағы қызмет көрсету бөлімінің мамандары Динара Дайрабаева, Алматы базасының борттағы қызмет көрсету бөлімінің менеджері. Дұрыс. Және Кира Соколова, Шымкент базасының инструктор-экзаменаторы. Сәлеметсіз бе? Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Көп рахмет. Сонда сізге экзамен тапсырады болар серіктер. Тапсырады. Қабылдаймыз. Менің бірінші сұрағым, менің өте жақсы көретін бір нәрсем бар. Саяхаттаған кезде мен тамақты ішіп, шай ішіп, рахаттанып, саяхаттауды өте жақсы көрем. Пойызбен барсам да, самолетпен ұшсам да. Бірақта Flyerстан әуе компаниясында тамақ пен сусындарға бөлек төлеу керек. Сол туралы айтып бересіз бе? Flyerстан ол Қазақстанның ең бірінші авиакомпаниясы, ең бірінші лоукост авиакомпаниясы, яғни сіз мұнда билеттеріңізді арзан бағада алу есебінен қосымша қызметтерді сіз қосымша төлем жасау арқылы сіз сатып аламыз. Сатып аласыз. Яғни қосымша қызметтер дегеніміз ол тамақ, сусындар, егер сіз оны қажет етпесеңіз, сіздің қаражатыңыз өз қалтаңызда қалады деген сөз. Ал егер де мысалы сапарға шыққан адамға мысалы дәрі ішу керек болса, ал бәрі төлем ақылы жүреді, қаражаты болмаса ше? Егер сізге дәрі қабылдау үшін су қажет болса, ұшақ бортына сіз бортсеріктерінен сұрап, ол сізге тегін жеткізіледі. Тегін су беріледі дейсіз ғой. Жаңағы айтып кеткен жолаушыға дәрі сұраған мысалы, осылай келтірсек, егер де оның денсаулығы сапар барысында күрт өзгерілсе, бортсеріктер оған бірінші медициналық қызмет көрсете алады ма? Әрине. Біздің әуе компанияның бортсеріктері арнайы курстарды бітірген, және ол курстардан алатын сертификаттары халықаралық деңгейде. Әуе бортында біздің жолаушыларымыздың жағдайы күрт нашарлаған кезде бортсеріктер ең бірінші ақпарат, сол жолаушы арқылы ақпараттарды жинайды. Екінші бортсерік міндетті түрде хабарлама арқылы ақпарат таратады, яғни отырған жолаушылардың ортасынан квалификациясы бар, арнайы медициналық білімі бар жолаушыларды іздейді. Оның бәрі Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және де авиация қызметі туралы заңның 14-ші бабында жазылған. Және осы бапта барлық кездейсоқ жағдайларға бортсеріктер тап болған кезде олардың қимыл әрекеттер жазылған. Мысалы, бортсеріктер жағдай нашарлаған жолаушыға өз еркімен бірден дәрі ұсына алмайды. Себебі бізде арнайы медициналық білім жоқ. Біз тек қана курстарды бітіргенбіз. Алайда ұшақ бортының ішінде арнайы медициналық квалификациясы бар дәрігер немесе медбике немесе фельдшерлар болған кезде ол кісілер арқылы жолаушыларға дәрілердің әртүрлі түрлері тапсыруға болады, яғни беріледі. Себебі ұшақ бортында 3 түрлі медициналық аптечка дейміз, жиынтықтар бар. Олар дәрігерлерге дейінгі first aid kit деп аталады. Дәрігерлік, яғни жоғары білімі бар врачтар қолданатын emergency medical kit. Сонымен қатар әмбебап профилактикалық жиынтық universal precaution kit деп аталады. Бұл наборды
жиынтықта бортсеріктер өздері ауамен тасымалданатын вирусқа қауіп болған кезде қолдана алады. Ал егер де мысалы бортта дәрігер табылмаса ше? Жоғарыда айтқандай, жаңағы квалификациясы бар врачтың көмегі арқылы жазбаша не ауызша түрде дәрілер беріледі, рекомендациясымен. Ал егер ондай дәрігер болмаған жағдайда қашықтықтан Медлинк компаниясы арқылы осындай кеңестерді алуға болады. Ол хабарласу ұшақтың ұшқыштарының кабинасы арқылы байланыс орнатылады. Ағылшынша, орысша, қандай тілде ыңғайлы бортсеріктерге ақпаратты толыққанды жеткізу, сондай тілде рекомендациялар, кеңестер беріледі. Одан ешқандай қиыншылықтар туындамаған. Қандай керемет. Рахмет. Кира, сізге бір сұрақ қойсам. Осы жолаушылар рахаттанып қауіпсіздік белдемшелерін шешіп отырған кезде таблода белдемшелеріңізді киіңіз деген ақпарат шығады. Ол сол туралы айтып берсеңіз, неліктен сондай жағдай болады? Біздің авиакомпаниямыздың басты мақсатымыз ол сіздердің қауіпсіздіктеріңіз. Ал егер білсеңіз, авиация тосын жағдайларға толы әлем. Ғаламторда да неше түрлі апаттық жағдайларға байланысты видеоларды көре аласыз, куә бола аласыздар. Және де сонымен қатар ұшу барысында ауа райы қолайсыздықтың әсерінен турбуленттіліктің орын алуы ол қалыпты жағдай болып саналады. Біз осы салада жұмыс орнын жасай отырып, әрқашан сондай жағдайларға дайын болуымыз қажет. Сондықтан біз жолаушыларды белгілі бір қаладан басқа бір қалаға аман сау жеткізіп алу, бұл біздің негізгі басты мақсатымыз болып саналады. Осы сәтте тағы бір сұрақ. Ал сәбилер туралы. Сәбилерді қалай қауіпсіздік белдігімен байлауға болады? Сәби ересек адамның алдына отырғызылады. Байлау белімшесі, сәбидің байлау белімшесі анасының байлау белімшесіне бірге тағылады. Сол қалай тағу үшін сіз соны ұшу барысында бортсеріктерінен сұрауға болады. Ол сіздерге міндетті түрде көрсете алады. Мен өзім көргем, бірақ қалай байлау керек екенін өзім білмедім. Сұрауға болады дейсіз ғой. Апаттық қатарлардан, стандарттық қатарлардан айырмашылығы неде? Апаттық қатарлардың стандарттық қатардағы орындардан айырмашылығы өте зор. Біріншіден, олардың жайлылығы. Яғни апаттық қатардағы орындар, егер сіз сол орында отырсаңыз, сіздің аяғыңызды созуға біраз кеңістік болады, және тізеңіз алдыңғы орындықтың арқасына тақалмайды. Ол сізге ерекше жайлылық сыйлайды, егер сіздің ұшу уақытыңыз 3-4 сағат немесе халықаралық рейстерге сіз билет алған болсаңыз. Сонымен қатар, олардың екінші бір айырмашылығы, апаттық қатардағы орындар және де стандарттық қатардағы орындар, олар әр түрлі тарифті топтамаға кіреді. Яғни сіз қосымша ақы төлеу арқылы ол орындарға орын алған болсаңыз, сол жерден сіздің төлейтін ақыңыз әртүрлі болады. Осында. Негізі бойы ұзын адамдарға өте керемет. Бойы ұзын адамдар ең бірінші ретте сол апаттық қатарлардан орын алуға тырысады. Және де бір ескеретін кезең, сіз бұл орындарға орын алған кезде, сіз әуе кемесіндегі кездесетін қауіпсіздік ережелеріне бірден келісесіз. Мысалы, сол орындарға балаларды отырғызуға болады ма, болмайды ма? Бұл орындарға балаларды отырғызуға болмайды. 18-ге дейінгі балалар отырмайды. Сонымен қатар жүкті әйел кісілер, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандар, және де дене бітіміне байланысты қосымша белдік керек ететін кісілер отырмайды. Бұл орындарға тіркеуге сіз өткен кезде сізге алдын ала берілетін ескертулер болады. Осы ескертулерді сіз бірден көзіңізден таса қылмай, жақсылап оқып, танысып, сосын осы орындарға билет алсаңыз болады.
түсінікті, жауабыңызға рахмет. Кешіріңіз, тағы да бір қосып кететін жағдай, бұл апаттық орындарға сіз ешқандай қол жүгіңізді немесе сырт киіміңізді іліп арқаңызға жамылып отыруға тағы болмайды. Себебі ол жерде жоғарыда айтып кеткендей апаттық люктар, шығу люктары орналасқан. Түсінікті, жауабыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Келесі сұрақты қол жүк туралы сұрайын деп едім. Негізі самолеттің ішіндегі үстіңгі жүк сөрелері барлық пассажирлерге, жолаушыларға ортақ па? Иә, әрине. Сіз ұшақ бортында сіз тек қана сіздің орныңызды сатып аласыз. Ал жүк сөресі барлық жолаушыларға ортақ болып саналады. Ал егер де мысалы мен өз қол жүгіммен келіп тұрсам, бірақ менің орнының үстіндегі жүк сөресінде орынды басқа бір пассажир алып қойған, өзінің заттарын салып қойған, ондай кезде мен өз қол жүгімді қай жерге салуым қажет? Немесе мысалы жаңағы айтып кеткен апаттық құрылғылар тұрса. Егер сондай жағдайлар болса, сіз басқа бос сөреге ұшақ бортында сала аласыз. Егер салонды тиімді пайдалану мақсатында сіз жеңіл қол жүгіңізді орындықтың астына, алдыңғы орындықтың астына қоя аласыз, ал ауыр қол жүгіңізді жүк сөресіне салып жібересіз. Сонда мен ұшақ бортына келгенде, егер менің орным жүк сөрет, менің емес, енді түсінікті ғой, сіз сатып алдыңыз. Мен сатып алған орынның үстіндегі жүк сөресінде орын табылмаса, басқа бір бос орынға салуға болады. Не болмаса бортсеріктерге хабарласып көмек сұрап, олар сіздерге міндетті түрде бос сөресін тауып жібереді. Егер сіз мысалы апаттық жабдықтар туралы айтқан кезде, егер сіз бірінші қатарда отырсаңыз, үстінде апаттық жабдықтар болады. Сіз екінші сөреге немесе үшінші сөреге, бос сөреге ұшу бортына қоя аласыз. Сіздің қол жүгіңізді. Түсінікті, рахмет. Динара, ұшақ бортында орынды ауыстыруға неге тыйым салынған? Бұл сұраққа 3 түрлі себеп бар. Ұшақ бортында неге орын ауыстыруға болмайды? Біріншіден ол қауіпсіздік тарапынан. Жалпы ұшақ әуеге көтерілген кезде ұшақтың балансы немесе тепе-теңдігі деген ұғым бар. Егер осы тепе-теңдік бұзылған жағдайда ұшақ көтерілген кезде, тепе-теңдік сақталмаған кезде апаттық жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан тіркеуден өткен кезде бүткіл экипаждың саны, жолаушылардың саны, олардың салонның ішінде орналасу реті, қол жүктің саны, жүк сөресі емес, жүк бөліміндегі чемодандардың саны, олардың орналасу тәртібі және де ұшаққа құйылатын жанар-жағармайдың тіпті көлемі де ескеріледі. Екінші себебі ол жоғарыда айтып өткендей, әр біздің орындар салонның ішіндегі әртүрлі тарифтік топтамаға бағынады. Әртүрлі, мысалы, апаттық орындардағы орындар басқа тарифте болса, стандартты орындар олар басқа тарифте болады. Сонымен қатар, үшінші себебі жолаушылардың ортасында әртүрлі арнайы категорияға тиесілі жолаушылар бар. Мысалы, ересектердің серуендеусіз ұшатын 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер, мүмкіндігі шектеулі жандар, олар бортсеріктердің көзінен таса болмау керек. Сондықтан ол кісілердің қайда отырғанын, кіммен отырғанын, кіммен ұшып келе жатқанын біз нақты білуіміз керек. Осындай жағдайлар бар. Бірақ ұшақ әдетте әуеге көтерілгенде кездейсоқ жағдайлар өте көп болады. Біз ондай жағдайларға әлбетте дайынбыз және ондай жағдайларды шешуге де дайынбыз. Егер сіз жолаушы ретінде сондай бір келеңсіз кездейсоқ жағдайға тап болсаңыз, бірінші ретте бортсеріктерге айтуыңызды сұраймыз. Себебі олар сіздің сұрақтарыңызға дұрыс жауап беріп, кездейсоқ жағдайдан қалай шығуға жол сілтейді. Сондықтан шешілмейтін сұрақ жоқ, шешілмейтін жағдай жоқ. Ең бастысы бортсеріктерге айтуларыңызды өтінеміз. Супер профессионалдар. Рахмет. Керемет. Сіз өзіңіз осымен біздің сұхбат
аяқталуда. Бірақ мен тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз Динара бортсерік болып жұмыс істедіңіз. Иә, әрине. Қанша жыл? Жалпы ортақ менің стажым 15 жыл құрайды. Онда сізден бір қызық оқиға. Біздің көрермендерімізге өзіңіздің тәжірибеңізден бір қызық оқиғаны айтып берсеңіз, есіңізге алып. Негізі қызықты оқиға әр рейсте болып тұрады, бірақ осындай сұрағанда бірден еске түсіру оңай емес. Алайда бір оқиғаны айтып берейін. Түнгі рейс болатын, Алматыдан Ақтауға ұшып бара жаттық. Басты қызмет көрсетуден кейін түнгі рейс болғандықтан жолаушылардың ыңғайлығы үшін біз ұшақ бортындағы жарықты сөндіреміз. Ол кісілер демалу үшін, иә. Бір жолаушымыз келеді, және де сондай көңіл күйі жоқ. Айтады, мен әжетхана бөлмесіне кетсем, қайтып орнына келсем, 3-4 жастағы шамамен баласы жоқ болып кеткен, орында ұйықтап жатқан. Содан ол кісі өзінің күшімен 1-2 минут іздейді, қараңғы салонда таппайды. Біз бір-бірімізге айтып, біз де шықтық баланы іздеуге, алайда салонда адамдар көп болғандықтан, қараңғы болғандықтан баланы бірден табу қиын болды. Содан жолаушылардың рұқсатымен ақпарат оқып, олардың көмегін сұрап, кешірім сұрап, бірінші көмегін сұрап, баланы табуға атсалысыңыздар деп ақпарат оқыдым. Барлық кісілер өздерінің отырған орындарының астынан, арттағы жақтағы борт серіктер әжетхана бөлмелерінен баланы іздеп, солай бәріміз іздедік, 180 адам болып. Содан салонның ортасынан таптым деген дауыс естідік. Сөйтсек, өздері отырған орыннан 3-4 қатар артқа бала орындықтардың астына кіріп ұйықтап қалған. Ұйқы сұрады ма, білмеймін, түсініксіз жағдай. Әлі де ешкім бұған жауап бере алмайды. Содан қуанып, біздің жолаушыларымыз қол соғып, баланы тапқан жайтымыз бар. Қандай сүйкімді, керемет оқиға. Рахмет. Акира, ал сіз қанша жыл болды жұмыс істеп келгеніңізге бортсерік ретінде? 6 жыл болды. 6 жыл. Сізде сондай қызық оқиға болды ма? Мысалы, жақында болған жағдай, ол рейс Алматы-Шымкент, бағытында ұшсақ, жолаушы бір балдақпен аяқта гипс кіріп, одан кейін Шымкентке келген соң, біз бортсеріктер салонда, ұшақ бортында қалдырған заттарға тексеріс жасаймыз. Сол жерде біз балдақты таптық. Ол кетіп қойған? Ол кетіп қойған. Мәссаған. Траппен түсіп, кәдімгідей кетіп қалған. Одан кейін қуанып келіп, қайтып келді ол балдақты алып. Өзі қайтадан көтеріліп траппен балдақты алып кетті. Ол сонша қуанып кетті, ол Шымкентте үйге келді. Түсінікті. Анау балдағын лақтырып, үйіне қартай жүгіріп, қуанып. Өзіне де, бізге де көңіл күй көтерді. Түсінікті. Қандай да бір заттарымызды ұшақ бортында қалдырып кетсек, оны қайдан алуға болады, табуға болады, сол жайлы айтып берсеңіз. Біз сол ұмытып кеткен затыңызды ұшақ бортына тауып алып, қажетті құжатты толтырып, аэропорттың Lost and Found деген қызметіне өткізіп жібереміз. Сіз сол Lost and Foundға келген кезде рейстің номері, бағытында күні айтып кетсеңіз, сізге сол ұмытып қалған затыңызды береді. Lost and Found деген ағылшыннан жоғалтып алған және табылған заттар деп аударылады. Затты ұмытсаңыз, сіз компанияның өкілін табасыз. Өкіліне айтасыз, мен мына рейстен келіп едім, осындай күні, маған көмектесіңіз. Себебі ол жерде Lost and Found әуежайдың ғимаратының ішінде орналасқан, бірақ ол жерде біздің әуе компанияның өкілдері қызмет жасайды. Сіздерге көптен көп рахмет сіздердің жұмыстарыңыз үшін. Сондай біздің сұхбат бүгін сондай керемет өтті деп ойлаймын. Рахмет сіздерге келгеніңіз үшін. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.